к чему-то... Я делал все по-своему, рисковал жизнью, чтобы делать все в стиле Джеки Чана. Я никогда не сдавался. Даже когда в США ничего не вышло, я все еще не сдаюсь. Не потому, что американский рынок как-то поменял мой стиль, а потому что спустя 15 лет все экшен-индустрии берут с меня пример. Так что я думаю, что все правильно. Поэтому я всегда говорю людям, нельзя сдаваться. Если какая-то мелочь идет не так, как вы хотите, никогда не сдавайтесь. Никогда не сдавайтесь. Однажды вы преуспеете. Я хочу быть еще одним Клинтом Иствудом, я хочу быть еще одним Джоном Уэйном, я хочу быть еще одним Кирком Дугласом. Это все герои, которые побуждают двигаться, вот к чему я стремлюсь. И те же принципы для работы. Когда люди вокруг меня говорят, у тебя ничего не выйдет, потому что у тебя акцент, твое тело слишком громоздко, и твоя фамилия Шварц, начни или как себя там, и кто сможет произнести ее. Но ты знаешь, и неважно, знает ли это кто-нибудь другой, верит ли кто-нибудь другой, ты знаешь, и ты знаешь то, что тот самый принцип визуализации себя на вершине будет работать, чем бы ты ни занимался, и будет приближать тебя к этому образу. Все, что мы можем, это учиться и развиваться. Это все, что мы можем. Никто не идеален. Мы стараемся быть во всем идеальными, но никто из нас не идеален. Я совершаю ошибки, я говорил то, что не следовало бы. Будучи молодым, я совершал то, что не стоило бы совершать. Я не идеален, но мы живем и учимся, и это часть взросления. Когда вы видите знаменитых людей, то говорите: вау, они такие успешные, но вы не знаете то, что осталось в тени, как они работают, что они делают. Все говорят: о, Джеки такой классный в этом фильме, а я, когда все уже спят, все еще в зале, напротив зеркала. Тренируетесь? Тренируюсь. Вот так. Смотрю, что лучше. А в 4 или 6 часов я уже на съемках, что-то выделываю. Ой, очень красиво, да? Возвращаемся, опять тренируемся. Ревность. Люди завидуют успеху других, поэтому если ты успешен, тебе всегда будут завидовать. Всегда найдутся те, кому ты не нравишься. И я считаю, что если вы думаете, что на пути к цели вы не будете терпеть поражения, вы слепы. Потому что я не встречал, да и не найти такого человека, который не терпел поражений на своем пути. Чтобы стать великим, нужно следовать за великими. Точно так же становятся великими лидерами. Чтобы стать лидером, нужно также быть хорошим последователем. Чтобы быть успешным, нужно следовать за успешными. Черчилль деген кісіні білесіздер ма? Уинстон Черчилль деген сол кезде Ұлыбританияның премьер-министрі. Сол кісі басында ешкім оған бәрі даже достары қарсы шыққан ғой.
бірақ сол кісінің стратегиясы мен жүргізген саясатының арқасында Ұлыбритания соғыстан жақсы аман есен өтіп, сондай болды да. Сол кезде айтқан. Содан кейін біраз жыл өтіп кеткеннен кейін енді осындай тренингке сабаққа шақырған ол кісіні. Сол кезде мыңдаған басқа мемлекеттерден адамдар келген кезде сол кісі сценаға шығып қолын көтерген да, ешқашан берілме деген. Адам деген ешқашан бермеу. Сол кезде барлығы енді уже гуілдеп, не болып кетті, сол үшін ғана келдік па деген. Бірақ түсінетіндер соның ішіне түсінді да. Әрбір адам ол баста бетіп шыққанға Винстон Черчилль ол сөз мынадан шыққан. Соғыс болатын кезде фашистер бомбежка жасаған ғой. Зеңбіректерін тастап жағған кезде сол кезде далаға шығып Винстон Черчилль қолын көрсетіп самолеттан мен ешқашан берілмеймін деген ғой 3 рет қайталап. Сол сияқты адам деген ешқашан берілме емес, 3 рет ешқашан берілмеңіз. Кеше бір кісіге айтып жатырмын, мақсат жазған кезде 3 рет қылып жазыңыздар, 3 рет жазыңыздар. Ол мақсат туралы ашықтаған кезде жүріп айтты. Адам ешқашан бермеу керек. Мысалға, жаңа Джеки Чан айтып жатыр да, экранға шыққан кезде біз Джеки Чан қандай қылып көреміз? Әдем күліп жүреді, өмірді жақсы көрсетеді, приемдар күш жасайды. Ал оны білесің, бүкіл 12 мүшесі сынған. Сынбаған жері қалмады. Даже оларды страховой компаниялар болады ғой. Сол компаниялар адам өміріне сақтандырады ғой, дене мүшесінде. Бүкіл страховой компания отказ жасаған. Өйткені түріктің бәрі өз жасайды, сен сынбайтын жері жоқ деп, ол шығын ғой оларға. Сынады страховой төлейді, отказ жасаған. Amazon деген нені білесің, Alibaba деген интернетіне. Alibaba деген интернет магазиндер бар, Джек Ма деген сол кісі тарихында айтады. Мен дейді да, Оксфордқа түсу үшін 3 рет бардым. 3 рет қабылдаған жоқ, 4-шісіне қабылдаған. Мен KFC-ге жұмысқа тұруға бардық дейді да. 60 адам бардық дейді, 30 адам бардық дейді да. Жоқ, 10 адам бардық дейді. 10 адам 9-ын жұмыс қабылдап, біреуін ғана қабылдамады, мені қабылдамады дейді да. Полицейский академияға бардым дейді түсуге. 60 шақты адам қабылдады, бір мені ғана қабылдаған жоқ. Бірақ ол айтады, мен ешқашан берген жоқ. Қазір Қытайдағы ең миллиардер адам сол. Джек Ма. Әрбір мысалы қазақ болсын, ешқашан бермеген адам ғана жетістікке жетеді. Жаңа Талғат Бегімбетов атамыздың өзі сол айтқан, ешқашан берілмеу керек. Мысалы батырларымыз да ешқашан берілмеген. Мысалы 28 Панфилов бәріміз білеміз ғой, иә? Қазақстаннан шыққан, Алматы облысы Панфилов несіне шыққан 28 Панфилов. Сол кезде әйгілі сөзі бар ғой, сөздері Панфиловтың. Артқа шегінуге жол жоқ, артымызда Мәскеу деген. Тек қана алға. Артқа шегінсеңіз, ол сіз, мысалға сіз алға жүріп келе жатсыз, мақсатқа келесіз, артқа шегінсеңіз, сіз уже тағы да бір артық қадам алға жүрсеңіздер ғой. Ешқашан бермеңіздер. Біз ол бірден болып кетпейді да ол нәрсе. Бірақ ешқашан берілмеген адам, өзін бермеген адам, өзін жеңістікке ұшыратпаған адам ғана нәтижеге жетеді. Мысалға ойлайсыздар ма, Роза Қожахметқызы, болмаса өздеріңіз осы жерге мысалы бизнес ашқан кісілер болса, істеп жатқан қазір күшті болып жүрген сияқтысыздар да, бірақ оған дейін еңбек болды ғой. Мысалға, иә? Ешқашан берілмегеннен ғана. Мысалға, Лионель Месси қазір білесіз, сіз білесіз, Лионель Месси футбол көресіз ғой, Лионель Месси деген сол кісі минутына 2000 евро түседі ақша. Сағатына қанша түседі сонда? 120 мың евро ма? Бір күнде 301 мың евро түседі. Евро, теңге емес. Бір жылда 18 миллион ба алады сондай. Бірақ ол кісі футболға келген кезде сенің бойың кішкентай, сен футболға жарамайсың деген ол. Шынымен, ешкім жарамайсың деген. Сол кезде, бірақ сол кезде, соның талантын көріп қалған адам болған ғой. Сол сияқты өмірлеріңізде мүмкіндік болады. Сіздің талантыңызды көретін адам, соны сізді дамытады. Бірақ ол адамға да байланысты ешқашан. Мысалы, футбол көреміз, көрген шығарсыздар, мысалы, 90 минуттың ішінде не ол, менде жүгіре аламын деп. Ол 90 минутқа жүгіру үшін қанша жыл дайындалды? Сіздер мысалы жұмыс істеп жатсыздар, иә? Ол үшін не істедіңіз сіз? Садикке бардыңыз, 1-2 жыл, 11 жыл мектеп оқыдыңыз, 4 жыл университет оқып, содан кейін барып. Ал адамдар мысалға сөйтіп қалыптасып, ары қарай любой нәрсені жетістікке жеткізсе, ешқашан бермесе ғана нәтижесі болады да, мысалға. Бәрі ойлайды да, мен бітірдім,
жұмысқа тұра салайын. Оны ары қарай бітті, осы жерде бітіп қалады деп ойлайды да. Ал ол адам мысалы просто жұмысқа тұрды. Мысалы мұғалімдерге басына лаборант болып тұрады. Сосын ол егер мақсаты болмаса, ол лаборант болып жүре береді. Лаборанттан кейін мұғалім болады, мұғалімнен кейін завуч болады, завучтан кейін директор болады, директордан кейін министр образованияның министрі болады. Сол сияқты ол адамдардың мақсаты болғандықтан ешқашан берілген жоқ. Отырған әшін адам ел басқармайды. Әшін адам министерствода болады. Оның бәрін еңбек еткеннің арқасында болады. Мысалы, Роза Қожахметқызы бірден осындай миллионер болып кетті десе, ол кісі де банкротқа ұшыраған. Ол кісі де сәтсіздікке ұшыраған. Бірақ ол кісінің мақсаты айқын болды, және ешқашан берілген жоқ. Сол сияқты, мен жайлы ісімен айналысып, менің өзіме сәтсіздікте болды. Банкротқа ұшырап, дұрыс емес вложение болды деген сияқты. Дұрыс емес жерден регионнан ашып, дұрыс емес офис ашып, сондай болды. Бірақ мен ешқашан берілген жоқпын ғой. Мысалы, кеше, сосын және ешқашан бермегенде, мысалы, кешенің өзінде бізде не болады да, ситуациялар болады. Өмірде адамның өмірі күнде сынақ, күнде ситуация. Бірақ содан әрине шаршайсыздар, әрине қиын. Бірақ мысалға әдетке қалыптасып кеткенде ол оңай болады да бізге. Басында қиын болады, оңай нәрсе болмайды. Бірақ сіздер ешқашан берілмесеңіздер ғана, біз сіздер сияқты жастар, ер кісілер, әйел кісілер ешқашан берілмеймін деген осы білімді алса, сіздің артыңызда 2000 адам отырса, осы жерде 40 адам отырса, оның артында 80 000 адам отыр. Ол 80 000 артында адамда қанша адам отырады? Кем дегенде 800 000 адам отыр. 800 000 адам артында 8 миллион халық бар. 8 миллион халықтың ар жағында 16 миллион. Оны шектеліп қаламыз ба? Жоқ. Ары қарай миллиард. Көрдіңіздер ме? Кездейсоқ нәрсе, кездейсоқтың өзі кездейсоқ емес. Жаңа айттым, шөптің басы қозғалмай, жел тұрмаса. Сондықтан ешқашан бермеу керек. Өздеріңізге сеніңіз керек. Ол үшін визуализация жасау керек. Оймен жұмыс жасау керек. Осы мынандай ситуация болма сіздерге. Жаңа ғана сені ойлап отырдым, звондап қалдым деген. Болды ма? Кімде болды сондай ситуация? Барлығыңызда болды. Осыны мен кеше ойлап жүредім, осындай сабақ алсам екен деп. Болмаса бір апта бұрын, болмаса бір ай бұрын бизнес бастағым келіп жүр деген ой болды ма барлықтарыңызда? Болды ғой ойларыңызда. Ойыңыз сізді алып келді. Енді сізге мүмкіндік келді ма? Мына мысалы қазір дейік та, сіздің әрқайсысы өздеріңізге жақсы көретін жаныңызға жақын адамдар бар, иә? Мысалы бір бөлмеге қамап қойды дейік, сол кісілерді. Қасыңызда 5-6 адам өміріңізде осы ол кісілерсіз өмір сүре деген адамдар бар ғой. Иә, мысалы балаңыз, болмаса туған сіңіліңіз, анаңыз сізге қолыңызға граната беріп қойды. Осы гранатаны 24 сағат ұстап тұрып жіберіп қойсаң, сен де өлесің, барлығы да өледі. Беріп қойды. Не істейсіз сіз? Сіз не істейсіз? Гранатаны ұстап тұрасыз ба? Ұстайсыз ғой? Ұстайсыз ғой? Көрдіңіз ба? Жіберсеңіз бәрі жарылады. Сол сияқты сізге мүмкіндік беріп ұстадыңыздар ма? Осыны жіберсеңіз, ол сізге кетіп қалады. Ешқашан бермей ұстап алыңыздар. Ұстап алайық. Былайына өйтіп жұмдырып қоймайды. Мүмкіндік ба? Осы бай болды, мүмкіндік көріп тұрсыз ба? Білімнің мүмкіндігін көріп тұрсыз ба? Өйтіп ұстап алыңыздар. Жіберсеңіздер, қайтып ұстап алуға болады, бірақ оғанда қайттан уақыт келді. Онсыз ұзақ уақыт ұстап келеді, жібергеннен қолыңыз қалтырап, қайттан күш жинау үшін біраз уақыт келеді.